Барлықтарына салам достар, сендермен мен Духа. Достар, тақырыптан көріп тұрғандарындай бүгінгі видеода бізде семья ашқан адамдарға, яғни ақылым, яғни қалай дамыту керектігі және де топ фишкаларды айтатын боламын. Енді бұл Black Rush'дағы ең жақсы фишкалардың бірі деп айтсақ та қате емес. Ендеше біз видеомызды көп созбай видеомызды бастаймыз. Ал ең бірінші айтатын ақылым, яғни сіздерге айтатын бірінші фишка, яғни семьяны бірінші 3 миллионға ашқанша, яғни өз адамның не болмаса слотпен қосып сатып алуға болады. Мысалға бізде Череповец серверінде стоковый семьяны, яғни ішінде дым жоқ, хотя бы синдикат бар семьяны 1 миллион 300 мыңға алуға болады. Яғни бұл нормальный цена деп ойлаймын. Енді келесі бұл бізде енді басқа адамдарға алу мүмкін, если қадап кетеді деген сомненияларым болатын болса, под фрапс десеңдер болады. Яғни фрапсты қолдану, яғни қалай фрапс жасайды деген видеоны келесіде көрсететін боламын. Енді фрапс арқылы сіздерді қадап кете алмайды. Если қадап кетіп ататын болса, форумға жалоба лақтыратын боласыздар. Енді айта кетейін, бізде ең жақсы заттар, яғни фаманы қолдан алған кезде слот болуы мүмкін, не болмаса синдикат, тағы да басқа да заттар бар. Сондықтан сіздер қолдан ала салғандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Бірақ мен өз басым 3 миллионға сатып алып, негізі өзім ашам. Себебін айтқанда менде көп бюджеттік ақша нормально, сондықтан мен если сіздерде ақша жетпей жатса, сразу айта кетейін, басқа адамның қолынан ала берсеңіздер болады. Ұсталған фаманы ала берсеңіздер болады, в общем. И фаманы негін өзгерту керек болатын болса, 100 лоткоинға ауыстырып ала саласыздар. Ал екінші фишка бұл бізде фаманың автопаркі, яғни семья жайлы автопарк, көліктер. В общем, бізде айта кететін жайт, сіздер средний класста, сіздерде 5 миллион болатын болса, 5 машинаны нормально алуға болады. Енді ішінде по-любому спорт болу керек, қымбат машиналардан не надо. В общем, мысалға нормальный көліктер, низкий класстан айта кетейін, Cherokee көлік, яғни Jeep Cherokee, енді ішінде нормальный, ол бір жағынан ЭПП и бір жағынан скорості да жақсы көлік. Ал екінші көлік бұл бізде средний класстардан айта кететін көлік, бұл бізде BMW E34. Ал BMW E34 фишкаларын айта кетейін, BMW E34 бір жақсы тез жетеді. Яғни завод, ФГ, тағы да басқа да вышкаға барсаңыздар, тезірек барасыздар. Және де бұл бюджетный көлік и тез жүретін көліктерге жатады. Ал бізде үшінші көлік, бұл бізде Mercedes Caban, яғни тоже средний класстың көлігі. Енді Череповецте мысалға мен 1 миллион не болмаса, қандай 1 миллионға мысалға 800 мыңға мысалға тауып алуға болады спорты барларды. Енді Кабан не дегенмен жақсы көліктерге жатады. Неге десеңдер, ол тоже BMW E34 сияқты, но BMW E34 сияқты қатты жүре алмайды, но для фамы нормально. Если бюджетный ақшаларыңыз нормально болатын болса, тоже средний класстан не болмаса ППС гелик деген сияқты көліктерді сатып алсаңыздар болады. Если сіздерде бюджет нормально болатын болса, сіздерге Mitsubishi Lancer'ды яғни предлагать етемін. Бұл көлік жақсы көлік, тоже BMW E34 сияқты, но қатты жүре алмайды. Ал бізде үшінші фишка, ол бізде фаманың оружие, яғни складына байланысты. Ең бірінші сіздерге айта кетейін, патронды қалай табу керек екенін айтайын. Ең бірінші сіздер любой ОПК-ға кіріп алыңыздар. Және де если сіздер бір жаққа баратын болсаңыздар, яғни армияға барғалы жататын болсаңыздар, сол жақта материалды ұрлап кетсеңіздер болады. Яғни материал ұрлаудың арқасында сіздер сразу патрон жасап, фамаға көптеген патрондарды салып, нормально склад жасап алсаңыздар болады. Ал бізде екінші, бұл бізде складта, яғни бронежилет, қалай бізде толтырам. Если сіздерде лицензия жоқ болатын болса, сіздердің фамадағы адамдарға не болмаса попросить көресіздер, не болмаса премия арқылы сіздер оларды шақыратын боласыздар. Яғни сіздер айтасыздар, оған өз ақшаны мысалы 100 мың рубльға барлығын істеп тастайсың, яғни бронежилет толтырып тастайсың, ал мен саған 200 мың рубль мысалға, не болмаса 150 мың рубль премия беремін деп айтасың. Солай бронежилетті сіздер толтыра аласыздар. Ал бізде төртінші фишка, яғни ол фамадағы адамдар. Если сіздерде фамада адам аз болатын болса, сіздер оны тезірек қалай жинау керектігін айта кетейін. Ал ең бірінші айта кетейін, бізде фамадағы, яғни өздеріңіздің достарыңыз, тағы да басқа да адамдарды шақырып аласыздар. Ең бірінші таныстарыңызды туда-сюда шақырасыздар, одан кейін олардан попросить етесіздер, яғни больница, яғни центральный больницаға шақыртып, сол жақта сіздер адамдар жинайсыздар. Яғни мысалға
идет набор, там туда-сюда айтасыздар, идет набор фому мыслями empire, типа сол жақта бүкіл патрон броник бәрін береміз, автопарк осындай дом осында деп айтатын боласыздар. Енді сол арқылы сіздер солай фаманы нормально дамыта аласыздар. Ал ендеше достар, бүгінгі видео өз мәресіне келіп жетті. Ал ендеше сау саламат болыңыздар. Пока-пока, чау.